ақш-тың ең ірі American Airlines, Delta және United сынды әуе компаниялары аңшылық жолмен ауланған африкалық ірі аңдарды тасымалдауға тыйым салды. Бұған америкалық дәрігер-дантистің Зимбабведе Сицилия есімді арыстанды өлтіруінен шыққан жанжал себеп болған. Еске сала кетейік, Зимбабведе саяхаттап жүрген американдық дәрігер-турист Сицилия есімімен танымал арыстанды өлтіріп, өлген арыстанмен бірге түскен суретін әлеуметтік желілерге жариялаған болатын. Британ үкіметі Royal Bank of Scotland қаржы институтының 5,4% траншакциясын жекеменшікке өткізу барысында 1 миллиард 100 миллион фунт стерлингінен айырылды. Бұл әрине оппозицияның қарсылығын тудырмай қоймады. Өйткені 2007 жылғы қаржы дағдарысы кезінде аталған қаржы мекемесін құтқару мақсатында Британ үкіметі 45 миллиард фунт стерлинг бөлген еді. Қазіргі таңда Британ үкіметіне RBS банкының 30 миллиард фунт стерлингі болатын 73% акциясы тиесілі. Енді үкімет банктың бақылау пакеттерін сатып алатын инвесторлар іздестіріп жатыр. Қытай нарығындағы қазіргі жағдай әлемдік авто өндірушілерге үлкен қауіп тудыра бастады. Қазірше олар табыс көрсеткіштерінде оптимистік саясатты ұстанғанымен жағдай керісінше төмендеп жатыр. Немістің BMW концерніне биыл күткен 10% табыс болжамын қайта қарауға тура келеді. Toyota компаниясы да көлік бағасын төмендетіп, дағдарыс шараларын қолдануға мәжбүр. Маусым айында Қытайда өткен жылмен салыстырғанда автокөлік сатылымы 3,4%-ға, автоөндіріс 0,7%-ға төмендеген. Қытайлықтардың ірі көлемде сауда-саттық жасауына елдегі жемқорлықпен жаппай күрес және қор нарығындағы соңғы жағдайлар кедергі болуда. Сарапшылардың сөзінше, соңғы фактор Қытай автонарығында аса байқалмағанымен жуық арада қатты білінетін болады. Испания үкіметі Каталониядағы кезектен тыс сайлау Каталонияны тәуелсіз ел санауына негіз болмайтындығын кесіп айтты. Қандай жағдай болмасын, Испанияны ешкім де ешқашанда бөлшектемейді. Кейбір ойы таяз адамдардың әрекетіне қарамастан, каталондықтар өз елінде ешқашан шетелдік болып саналмайды. Каталондықтар Испания азаматы. Олар әрдайым Испан үкіметі мен мемлекетінің қорғауында болады, деді Испания премьер-министрі Мариано Рахой. Испания конституциясында аймақтық бөлінулер қарастырылмағандықтан, Испания соты Каталонияның тәуелсіздікке ұмтылуын заңға сай емес деп танып отыр. Алайда Каталония басшысы Артур Мас каталондықтардың пікірі аяқсыз қалмайтындығына және саяси жағынан салмағы боларына үміттенеді. Егер де 27 қыркүйекте біздің қарсыластарымыз жеңсе, премьер-министр Мариано Рахойдың Каталонияның бөлінуіне құқығы жоқ деп нық сеніммен айтуына болар еді. Алайда бәрін 27 қыркүйек күнгі сайлау шешеді, деді Артур Мас. Жергілікті парламентте Каталонияның тәуелсіздігін жақтаушылардың үлесі артып келеді. Бәріміз тәуелсіздік үшін партиялық коалициясының ойынша, егер сайлауда жеңіске жетсе, бұл Каталонияның тәуелсіздігі үшін жаңа қадам болмақ. Сайлау осы жылдың 27 қыркүйегінде өтеді. Француздық Кредит Агрикол банкі екінші жартыжылдықта үлкен табыспен бастады. Банк сарапшылары күткен 900 миллион евроның орнына 920 миллион пайда түсті. Өткен жылы Португалиядағы қаржы дағдарысы есебінен банк табысы небәрі 17 миллион евро болған еді. Дегенмен нәтиженің жақсарғанына қарамастан, сейсенбі күні Кредит Агрикол банкының акциялары 10%-ға төмендеді.